Сәлем, сіздермен бірге Ержан Сағидуллин. Toyota қазақтың машинасы дегенді жиі естіген шығарсыз. 43 шақырымдық бәйгеде шыдайтын жылқы секілді бұл машинада талай сынақтардан өтіп, өз мықтылығын дәлелдеген. Енді осы Toyota қылған не нәрсе? Бүгінгі видеода дәл осы сұрақтың жауабын аласыз. Кеттік. Toyotаның сәттілік формуласы кайдзен философиясында жатыр. Кайдзен жапон тілінен аударғанда үздіксіз даму деген мағынаны білдіреді. Кайдзен философиясын технология тұрғыдан қарағанда, оның 3 негізгі құралы бар. Оның біріншісі 5S – жұмыс орнын тиімді пайдалану. Екіншісі шығынды жою, немесе ысырапты жою. Кайдзен технологиясында 8 түрлі шығынның түрі бар. Оны келесі сабақтарда ашып көрсететін боламыз. Және үшіншісі ол стандарттау. Стандарт Кайдзен технологиясында ең маңызды рөл атқарады. Егер де сіздің өміріңізде немесе бизнесіңізде өте көп қателіктер және көп уақыт ысырапы болса, осы 3 фундаменталды тиімді құралдарды пайдаланып, сіз өзіңіздің өмірлеріңізді бизнесте болсын, тұрмыста болсын, тиімділігін арттырасыз. Егер сізде өз кәсібіңіз болса, немесе өндірісіңіз болса, өз өніміңіздің сапасын арттырып, және өзіндік бағасын түсіруге мүмкіндігіңіз бар. Кайдзен бұл теориялық ғылым емес, бұл практика жүзінде іске асырылатын тиімді механизмдер мен әдістердің жиынтығы.